Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз осындай өте дәмді және өте жұмсақ құймақтар әзірлейміз. Видео барысында мен осындай құймақтарды әзірлеудің бірнеше құпияларын айтып өтемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Үлкенде ыдысқа жұмыртқаны салып соғамыз. Жұмыртқа міндетті түрде үй бөлмесінің температурасында болуы қажет. Сосын қантты енгіземіз. Барлығын жақсылап араластырамыз, қанты ерігенше дейін. Содан кейін айранды құямыз. Айран міндетті түрде үй бөлмесінің температурасында болуы керек. Немесе айранды қысқа толқынды пеште, микроволновкада шамалы жылытып алу керек. Сосын ұнды енгіземіз азаздан. Барлық осы массамызды дұрыстап араластырамыз. Ішінде іртік қалмау керек. Бір келкі болған массамызға ас содасын енгіземіз. Сосын барлығын жақсылап тағы да араластырып, массамызды 15 минутқа тынықтырып қоямыз. Ысып тұрған табамызға шамалы сұйық май құямыз. Сосын оған құймақтарымызды ақырындап қуыра бастаймыз. Асты жағы шамалы қызарғаннан кейін құймақтарымызды екінші бетіне аударамыз. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда өте жылдам қуырылады. Мінеки достар, бізде өте биік және өте жұмсақ, өте дәмді құймақтар шықты. Қазір құймақтың ішін үзіп көрсетемін. Алтын уақыттарыңызды бөліп осы мені қолдап видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.